Медовый торт жасауға арналған коржиктар дайындайтын боламыз. Жасау жолы өте оңай, тез дайындалатын, бірден жасап отбасыңызға сына беретін жұмсақ тортты дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін толық қараңыздар. Ең алдымен осындай кастрөлімізге керекті медімізді салатын боламыз. Балымызды менде натуральный мед болғандықтан осындай қою болады. Одан үстіне сары майымызды қосып, газге қойып ертеміз. Ертіп болғаннан кейін шай қасықпен ас содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластыру кезінде бізде осындай көпіршік пайда болады. Сол кезде астын өшіріп тастайсыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін газден алып, үстіне керекті шекерімізді описанияға құрамын барлығын жазып кететін боламыз. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін осылай үстіне 3 жұмыртқаны салып, жақсылап тағы да араластыратын боламыз. Барлығы толық араласқанша араластырып алатын боламыз. Одан кейін бізге 400 грамм ұн керек болады. 400 грамм ұнды мен 2 бөліп осылай салып араластырып дайындап алдым. Бәрін бірден қоспаңыздар, себебі коммушка пайда болады, сондықтан осылай бөліп дайындалған дұрыс. Ендігі кезекте дәл осы кезде пештеріңізді қосып қойыңыздар алдын ала. Ендігі кезекте осылай пергамент қағазын жайып, осылай массамызды осылай барлығын бір тектетіп жайып шығамыз. 180 градус температурада тек қана 5-7 минут қана пісіріп алыңыздар. Одан артық пісірмеңіздер, коржиктарыңыз қатты болып кетеді. Бізде креміне сливки де пайдаландым. Жасау жолы менің YouTube каналымда бар, көрсеңіздер болады. Міне менде коржигім дайын, осындай жұмсақ болып шықты. Ендігі кезекте ортасынан дәл бөліп, осылай мен 4-ке бөліп алдым. Ендігі кезекте дәл видеода да осылай жан-жақтарын алып тастаймыз. Бізде бұл жан-жақтары коржиктің, яғни торттың бетіне керек болады, яғни әсемдеуге. Ендігі кезекте кремдерін жағып, барлығын біртіндеп дәл видеода да орналастыратын боламыз. Менде жанына қосатын коржиктарым, яғни менде азғантай болғандықтан үстіне мен печеньені қосып жібердім, араластырып. Солай жасасаңыздар да болады. Міне осылай барлық жан-жақтарын орналастырып, холодильникке 1-2 сағатқа қойсаңыздар да болады, немесе қоймай осылай ұсына берсеңіздер болады. Достар, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.